Бүгін Еркінғазиев ағамыздың соты болды. Сонда мына адвокаты, белгілі адвокат өз Қазақстанға Шыңғуат Байжанов ағамыз осы кім Еркінғазиевтің сот туралы өзінің ойын айтса, бүгін сот қалай болды, недей жағдайлар болды? Аға. Еркінғазиевті Қазақстан Республика қылмыстық кодексінің 405 бабының 2-ші тармағымен, сосын 2-ші 380 баптың 1-ші тармағымен сотқа жіберді ісін. Енді 405-те өздеріңіз білесіздер ғой, ол ана экстремизм сондай мекемеге мүше болды деген. Сосын 2-ші 380 ол полицияға денсаулығына жеңіл жарақат келтірді деген. 2 баппен. Енді бүгін соты алдын ала тыңдау тағайындалған, бірақ та сол үшін мына Еркінді алып келген осында, мына Қаскелеңге. Бірақ та жаңа судьяның айтуы бойынша Қаскелеңнің жаңағы несінде тергеу изоляторында жылу болмауына байланысты салқын болып, соған ауырып қалады деп, оны кейін қарай алып кеткен. Ана неге тергеу изоляторына 18-ші қаладағы уақытша тергеу изоляторына. Аяқ астынан алып кетті ғой аға, Енді ешкімге ескертпесе. Енді оны біз білген жоқпыз ғой, сотқа келдік қой офлайн. Енді бүгін соты алдына тыңдауға Еркінғазиев өзінің денсаулығына байланысты көзі көрмейді, құлағы жөнді естімейді, онлайнды мен қатыса алмаймын деп, ол өзі бас тартты қатысудан. Енді соған байланысты соттың тыңдауын, алдын ала тыңдауын 23 күні сағат 5-ке қалдырды, кешке. Осы уақыт. Біз енді біз өз тарапымыздан адвокат есебінде сосын жаңағы жазбаша ұсыныс түсіреміз. Осы алдын ала тыңдауды жаңа денсаулығына байланысты офлайн режимде өткізу жөнінде. Оны соттың кабинеті арқылы жібереміз бірінші күні. Сосын енді егерде онлайн болса онлайн қатысып сотқа айтамыз сол ұсынысымызды. Осы офлайн өткізуді. Ол енді алдын ала тыңдау ғой, сот емес қой енді. Сот екі тараптан тұрады. Біреу алдын ала тыңдау, екіншісі басты сот талқылауы. Сол басты сот талқылауын офлайн режимде өткізіп ұсыныс келтіреміз. Жаңа ішінде аға сотты жүргізген сот айтып қалды. Соттың өкілі, соттың өзі ғой айтып қалды, егер онлайн өткізуге мүмкіндік болмаса, құлағы өзіңіз айтқанда құлағы көзі жөнді көрмейді, құлағым жөнді естімейді деп дер екен. Мүмкіндік болмаса деп айтып қалды. Сол мүмкіндікті пайдалануға тырысайық. Әрине, ол шынымен де солай. Ол Қазиев деген үлкен егде тартқан адам, жас жігіт емес. Оның шынымен де құлағы естімейді, көзі жөнді көрмейді. Ана түрмеде кәдімгі тергеу изоляторында денсаулығы одан әрі нашарлаған. Соған байланысты ол әрине, ол шынымен сөйде олай шындық жағдай. Енді соны біздер жаңағы неге сотқа солай жеткіземіз. Енді өкінішке орай бұл жерде әрине бәрін шешетін сот қой. Сот қалай шешім алады, біз бағынуға тиістіміз. Алдын ала тыңдаудың кезінде шығарылған соттың үкімі шешімдері ол шағымдануға жатпайды. Енді оның өзің тағдыр шешіліп атқаннан кейін, құлағандай, көзандай болғаннан кейін жанына келіп қатысса, осында болсам деп ойлайды. Енді ол онлайн режимде жазылғады ғой. Егер де сотталушы қарсы болса онлайнға, онда офлайн өткізеді деп жазылған. Өйткені қазір карантин емес қой. Карантиннің кезінде оны тыңдамайды, оның рұқсатын. Карантин жоқ кезде, мысалы, қазір енді санитарный врач карантин жасаған жоқ қой. Бұл кезде әркімнің өзінің несіне байланысты. Онлайн өткізу, офлайн өткізу әркімнің өзінің несіне байланысты жаңағы. Бірақ ұсынысына байланысты. Бірақ біздің қалада, мысалға, Алматы қаласында барлығын онлайн өткізіп жатыр, тіпті ұсынысқа да қарап жатқан жоқ. Енді оған енді нағыл дейсің, ол соттың өзінің несінде, билігінде. Мына Қарасайда, мына сотта көбінесе офлайн өткізіп жатыр еді. Бірақ енді осыған келгенде онлайн болып қалыпты ғой, өздерің көріп отырсыңдар. Өзіміз көріп отырмыз, оны куәгер болдық аға. Жарайды, рахмет сізге. Жеңісті күндерде кездескенше